Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қалайсыздар? Бізде тауық қорада осындай концерт болып жатыр бүгін. Неге десеңіздер, мына жақтағы балапандардың барлығы үлкен тауықтармен қосылып, мына жерге қонақтап алған. Міне, үлкен тауықтардың жоғары жағында, астыңғысының бәрі міне майда балапандар. Білмеймін неге осылай ол жақ қонақтап алған. Так, қазір бөлетін болам балапандарды, қораздарын бөлек, мекендерін бөлек қоюға тура келіп тұр. Өйткені осы жаққа, мына жақтағы үлкен өсіп қалған балапандарды шығарып қоспасам, ана майда балапандар жем жей алмайды, үшін аналарға ілесе алмай жатыр, шықпайды, тыныштық бермейді үшін. Сол себептен мына жақтағы қораздың бәрін аткорымға қойып, мекендерді ғана қалдырып, мына жақта өсіп қалған балапандарды мына үлкен балапандарға қарай қосамыз. Бүгін осы жұмыспен айналысам қазір. Так, бөліп болғасын тағы видео салам. Ол сіздер үшін 1 минут болуы мүмкін, мен үшін біраз жұмыс болайын деп тұр. Мына ішінде қаншама қораздар отыр, осының бәрін отдельно далаға қарай шығарам. Бүгін семіртетін жемдері бар, бәрін алып келдім. Енді бөліп тастау керек. Так, міне қораз балапандардың бәрін бөліп тастадым. Так, мына жерде бізде нешеу екен қораз, айтайын ба? Бірінші. Так, екінші партия шыққан балапандар, қораз көп шықты мұнда. Пока бәрін аткорымға қоямын, сосын ішінен ірі жақсыларын алып қалатын болам өзімізге. Негізі ірі жақсылар қазірдің өзінде көрініп тұр. Так, мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27. Жиырма жеті қораз. 7-8 қалады ғой, енді тауықтарға өзіміздің. Қалған аткорымға семірет қораздардың бәрін алып тастадым. Мұнда тек мекендер қалды. Ақырында үйрене берген дұрыс, кейін уже жұмыртқалай бастаған кезде Кучинскийді отдельно, Барковскийді отдельно қоям. Оған дейін пока үйрене берсін. Так, мына жақта өсіп қалған ортаншы балапандың бәрін мынау үлкендерге қостым. Бұл жерде үшінші партия шыққан балапандардың қораздарын алған жоқпын, өйткені бұлар әлі кішкентай, ондай қатты төбелесе бермейді бір-бірімен. Сол себептен мына жерде брамалар бар. Брамаларға міне ар жақтағы балапандарды осы жерге қостым. Ертеңнен бастап бұлар далаға шығып үйренеді. Ол мына бетке келетін болсақ, так, бұл бетте бізде міне ақ браманың 2 балапаны, сары браманың 3 балапаны. Браманы бұл бетке қалдырған себебім, олар кішкене слабый болады, онша шықмайды оның үстіне майда балапандар. Сол себептен осы жақта осы балапандармен бірге өсетін болады.
Жалпы осы түстегі брамалардың балапандары бар менде мына жақта. Осыдан бір ай үлкен. Олар менде жақсы шықты. 6 жұмырт қалған, соның 5-еуі шықты. Качественный шықты міне. Біреусі мынау. Мынау тұр міне қораз. Қораз брама. Мекен қораз екен белгісіз, білмеймін. Ажыратамаймын. Өсе келе көретін боламыз. Міне осындай шапқысы бар. Балапандар бар. Мынау тұр тағы біреу. Мынау тұр міне ерекше түстегі. Міне мынау тұр. Көкшіл түсті, бұл қайдан шыққан. Өзіміз үйде жұмыртқадан шыққан балапан, ірі көкшіл мекен болады. Мынандай ақ әтеш. Ақ әтеш өсіп келе жатыр. Жалпы осындай бүгінгі жаңалық. Так. Мынау бізде балапандарға, ең кішкентай балапандарға осыны берем, бір айдай. Содан кейін басқа жемдерге ауыстаймын. Мынау бізде бидай. И мында финиш деген масса жинау үшін балапандарға. Бөліп қойған қораздардың соларға берем үшін. Жібітілген бидай, осыны беріп бір ай, ровно бір ай бағам. Бір айдан кейін соятын болам, салып қалатын алып қалам, қалғандарын соямыз. Жалпы жаңалықтар осындай біздегі. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырамыз. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар.